Қайырлы күн. Тауық етін, картоп, қызанақ қосып запеканка дайындаймыз. Тауықтың төс етін немесе тауықтың жамбас етін сүйегінен ажыратып алып, жұқалап, ұзыншалап тураймыз. Туралған тауық етіне 1 шай қасық тұз, қара бұрыш, сарымсақ және аз ғана қызыл ашты бұрыштан қосып араластырамыз. Пиязды дөңгелектеп жұқалап тураймыз. Запеканка пісіретін ыдысқа сары майды жағып, пияздың жартысын саламыз. Картопты жұқалап, домалақтап тураймыз. Тураған картоптың жартысын пияздың үстіне қойып, аз ғана тұз себеміз. Тауық етінің жартысын салып, тегістеп, қайтадан картоп, пияз және қалған тауықтың етін саламыз. Қаймақ немесе майонезге тұз, қызыл бұрыш, қара бұрыш салып араластырып, запеканкаға құйып, тегістеп жағамыз. Сырды теркадан өткіземіз. Бір үлкен қызанақты домалақ жұқа турап, қойып, бетіне аз ғана сырды сеуіп, духовкада пісіреміз. Өте дәмді запеканка, жасап көріңіз.